Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз робототехника тарихы және перспективалары. Бүгінгі үйренетініміз робототехника тарихы, адамзаттың техникалық жетістіктері. Роботтар қашан пайда болды? Шындығында робототехника тарихы ежелгі дәуірден бастау алады. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін пайда болды. Оны ежелгі грек математигі Архит құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. 45-ші суретке қарайтын болсақ, мынау алғашқы механикалық робот бала. Толығымен автономды роботтар 20-шы ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ең бірінші цифрлық басқаруы бар программаланатын робот Unaymate болған. Ол балқыту машинасының ыстық темір бөлшектерді алып жинайтын робот болған екен. 20-шы ғасырға дейін фантастика деп саналған барлық қиялдар орындалып, адам қашықтыққа қарамай ақпарат алуды, жіберуді, жаяу жүрмеуді, аспанда ұшуды тағы басқа үйрене бастады. Осылай технологиялық жетістіктер жылдан жылға арта берді. Робот пен техниканың байланысы артып, бөлек бір салаға, ғылымға айналды. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робототехника электроника, механика, информатика, радиотехника және электротехника салаларына сүйенеді. Бүгінгі таңда робототехника тез дамып келе жатқан үлкен сала және жылдан жылға біздің таң қалдыруда. Әсіресе коммерциялық және өнеркәсіптік роботтар кеңінен тараған. Роботтар құрастыру, жинақтау, жеткізу, жердегі және ғарыштағы зерттеулер үшін, медициналық оталар, зертханалық жұмыстар, қауіпсіздік тағы басқа үшін кеңінен қолданылады. Ол роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмыстарды мұқият орындайды. Міне қызық, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап атақты жазушы Карл Чапек адамның орнына жұмыс істей алатын механикалық адам туралы пьеса жазды. Дәл осы пьесада мұндай механизмдердің қазіргі заманғы атауы робот сөзі алғаш рет қолданылады. Механикалық робот бала үстел басында орындыққа отырып параққа әртүрлі сөзді жаза алатын болған. Сонымен бірге ол адам сияқты сөздерді үзіліспен жаза отырып, сия құтысына қаламды мұқият батырып, хаттың мәтінін түсініп отырғандай, басын шайқап қойып жазады. Жазуды аяқтағаннан кейін бала сияны кептіру үшін параққа құм себеді. Содан кейін оны сілкейді. Бұл робот баланы жасаған француз сағат жасаушысы Пьер Жаке Дро екен. Кейінірек оны ұлы Анри Дро әкесінің жұмысын жалғастырды. Ол механизмді андроидтар деп атады. Бұл сол заманның тамаша жетістігі болып саналды. Роботтардың бір жақсы қасиеті олардың ешқашан шаршамайтыны. Кейде жұмыс жасау үшін адам үшін тым қауіпті немесе қиын болған жағдайда робот мұны ешқандай қиындықсыз атқарып шығады екен. Роботтар көпшілігі тұрақты және механикаландырған жұмыстарды атқару үшін зауыттарды пайдаланған екен. Міне бұл зауыттағы роботтар қазіргі таңда жұмыс істеу барысы екен. Ал олай болса, балалар, біз бүгінгі күнді жазып, талдап салыстырайық тапсырмасын орындайық. Бұл жерде жануар роботтардың суретін анықтап, қарап, оларға атау берді. Бұл роботтар адамға қандай пайда келтіру мүмкін, талдап, ойыңды айт дейді. Осы 4 суретке атау беріп, және талдап айтасыздар. Келесі бізде екінші тапсырма, дәптерде орындайық тапсырмасы.
Төмендегі сұрақтарға жұбыңмен ақылдасып ойларыңды жазыңдар. Қазақстанның білім саласы мен экономикасына заманауи роботтардың қандай пайдасы бар? Робототехника қалай дамып келеді? Және болашақта қандай роботтарды қолданған тиімді? Осы сұрақтарға жауабын жазып ойларыңды жазасыңдар. Олай болса, балалар, өзіміз тексерейік. Талдап салыстырайық та, біз 4 сурет бердік, иә? Бұл 4 суретке 4 атау керек, және оны талдап айту керекпіз, иә? Адамға қандай пайдасы бар екенін. Олай болса, оны өзіміз тексеріп көрейік. Талдап салыстырайық тапсырмасы. Суреттегі жануар роботтардың анықтап атауын берейік. Робот динозавр. Бірінші суреттегі. Екінші суреттегі робот ит. Үшінші суреттегі робот жылқы. Төртінші суреттегі робот шаян. Ал енді бұл роботтардың адамға пайдасын айтатын болсақ, бұл роботтардың пайдасы қауіпті аймақтарда зерттеуге көмектеседі екен. Өрт, апат, радиация бар жерлерде ғылым мен техникада тәжірибе жасауға қолданылады. Балалардың логикалық ойлауын, қызығушылығын арттырады. Оқыту, ойын үшін адам бара алмайтын жерлерде жұмыс істей алады. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және бақылау жүргізуге көмектеседі екен. Ал қорыта айтатын болсақ, жануар роботтар адам өмірінде жеңілдетіп, қауіпсіз әрі тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді екен. Екінші тапсырма бізде. Дәптерде орындайық тапсырмасы. Бізде 3 сұрақ берілген. Сол 3 сұраққа біз өз ойымызды жазу керек болатын тұғын. Келесі тапсырманы өзіміз тексерейік. Қазақстанның білім саласы мен экономикасына заманауи роботтардың қандай пайдасы бар? Дейді. Заманауи роботтар білім саласында оқушылардың техникалық ойлауын дамытып, робототехникаға қызығушылығын арттырады екен. Ал экономикада өндіріс жылдамдығын арттырып, адам еңбегін жеңілдетеді екен. Уақыт пен қаржыны үнемдеуге көмектеседі екен. Екінші сұраққа робототехника қалай дамып келеді дейтін болсақ, робототехника қарқынды дамып келеді. Қазіргі кезде роботтар зауыттарда, медицинада, ауыл шаруашылығында, қызмет көрсету саласында және білім беру жүйесінде кеңінен қолданылған екен. Үшінші сұрақ болатын болса, болашақта қандай роботтарды қолданған тиімді дейтін болсақ, болашақта медицинада көмектесетін қауіпті жұмыстарды атқаратын, білім беруге арналған және тұрмыста адамға көмектесетін ақылды роботтарды қолдану тиімді екен.
Келесі бізде үйде орындайтын тапсырма болатын. Бұл жерде ребусты шеш, шыққан сөзден сөйлем құра деп тұр екен. Бізде үйде орындайық тапсырмасында ребустың шешуі бізде робот екен. Ал шыққан сөзбен сөйлем құрайтын болсақ, робот адамға ауыр жұмысты орындауға көмектеседі екен. Олай болса, балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Жақсы, сау болыңдар.